Қош келдіңіздер бауырсақ каналыма. Бүгін жасайын деп отырғанымыз ашытылған қамырдан қатпарлы сүзбе қосылған тоқаштар. Нанымызды осылай ашытып алып, 9 бөлікке бөліп, үйдің температурасына тұрған сары майды осылай жағып шығамыз да, үстінен жаңағы қамырларымызды үстінен қойып, майымызды осылай жағып шығамыз. Қамырымызды осылай дастархан үстіне қойып алып, оқтаумен де жайып алуларыңызға болады, қолмен де созып алуларыңызға болады. Осылай созып рулет сияқты орап аламыз қамырымызды. Осылай рулет сияқты орап шығамыз да, бөліп шығамыз кішкентай бөліктерге. Бөліп шықтым. Енді астыңғы жағына ашамыз да, жаңағы сүзбемізді арасына салып, осылай жабыстырамыз да, астыңғы жағын үстінен бүйтіп қойып шығамыз. Осылай қамырлардың астыңғы жағына жаңағы сүзбемізді саламыз да, үстіңгі жағымен қойып шығамыз. Осылай бәріне салып шығамыз. Барлығын салып шығып, бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Сосын пісіреміз. 40 минут 200 градуста пісіріп шығамыз. Міне тоқаштарымыз пісті, өте жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер. Менің бауырсақ каналыма тіркеліп кеттіңіздер.